Достар, естерінде болса, өткен аптада біз қазақ әдебиетінің дамуы туралы айтқан болатынбыз. Ал біз бүгін студиямызға балалар жазушысы, дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты Елдос Тоқтарбай ағаны шақырып отырмыз. Елдос аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашқы сұрағым, ағаңыз қай уақыттан бастап балаларға арнап шығармалар жаза бастадыңыз? Менде сен сияқты кішкентай кезімде Ұлан мен Ақжелкен Мөлдір бұлақ деген басылымдарды оқыдым. Сөйтіп өзімнің қатарластарымның жазып жүргенін көріп, әжем сен де жаз деп мені қараттандырды. Ең алғашқы шығармам 6-шы сыныпта жарияланды. Сол күннен бастап осы балаларға жазып келе жатырмын. Кітаптарыңыз жарық көрді ме? Сол туралы айтып беріңізші. Иә, менің балалар мен жасөспірімдерге арналған 2 кітабым шықты. Ең алғашқы кітабым студент кезімде шықты. Оның аты «Тауық құсы» деп аталды. Одан кейінгі кітабым «Ақжелкеннің ұландары» деп аталды. Оған менің ертегілерім, әңгімелерім, хикаяттарым өтірік өлең формасында жазылған шағын шығармалар енген болатұғын. Ал кейінгі жылдары жазылған шығармаларым «Тәтті алма», «Балауса», «Жетісуға құйылған жылғалар», «Жетісу жырлайды» деген кітаптарға енген болатын. Балаларға жазатын шығармаларымның басты тақырыбы тарихи тұлғалардың өмір жолын танымдық тұрғыда әңгімелеу, сосын кейін ертегілер жазу. Яғни бүгінгі сендердің ойлау жүйелеріңе сәйкес жаңа қаһармандарды ойлап табу. Сол бағытта ізденіп жазып жүрмін. Елдос аға, сіз әдеби байқауларға қатыстыңыз ба? Қандай жетістіктеріңіз бар? Мектеп кезінен бастап осы балаларға арналған байқауларға қатысып көрдім. Мектеп жылдарында 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныпында жас тілшілерге арналған байқаулардың жеңімпазы болдым. Сол жылдары Ақжелкеннің, Ұланның, Әйгөлек, Мөлдір бұлақтың жас тілшісі атандым. Ең алғашқы үлкен әдебиеттегі сыйлығым ол 2010 жылы алған жүлдем болды. Ол кезде мен студентпін. Сол кезде 1-ші курс оқып жүргем. Менің өмір неткен керемет деген шығармам халықаралық дарабоз әдеби байқауында 2-ші орын алды. Сол жылы бас жүлдені Сәкен Иманасов деген үлкен ағамыз алды. Одан кейінгі орынды алу мен үшін мәртебе болды. Кейін сол шығармам өзіме жол ашты. Балаларға арналған әңгімелерім мен ертегілерім бір қатар байқаулардың жеңімпазы атануыма себепкер болды. Сіз сияқты жазушы болғысы келетін оқушыларға қандай тілек айтар едіңіз? Ал енді жазушы боламын деген балаларға бүгінгі уақытта дүниені көре білу, табиғаттан нәр алу, ойлау, ұшқырлық қабілеті, сонымен қатар сенімі болуы керек. Сонда ғана жазушы болады. Жазушы болу үшін бала көп кітап оқу керек, көп ізденуі керек. Жазушыны тек қана жазған шығармасымен оқыған дүниесі ғана құтқарады. Алдағы жоспарларыңызбен де бөлісе кетсеңіз? Қазіргі уақытта мен өзім сияқты оқушы балаларға арнап, әжемнің әңгімесі деген кітап жазып жатырмын. Ол қасиетті Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі киелі жерлердің тарихы, олардың орны сияқты аңыз әңгімелер формасында жазылған заманауи шығармалар болады. Яғни өткен уақыт пен бүгінгі уақыттың ортақ бір желісі сақталған жаңа шығарма ретінде жазып, осы жылдың соңында оқырмандарға өздерінің назарларына ұсынғым келіп отыр. Сондай жоспарым бар. Елдос аға, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Сізге сәттілік тілейміз. Саған да рахмет.